Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін Ақтөбе мен Спартак арасындағы осындай керемет ойын болғалы тұр. Құдай қаласа сіздерге осы влогта барынша сол матчтың қызықты жерлерін көрсетуге тырысам. Жалпы Спартак РПЛ-дегі мықты командалардың бірі. Олардың түстері біздікімен бірдей ақ қызыл түстес. Бүгін тек қана Ақтөбенің ғана емес, жалпы біздің еліміздің намысы да қорғалатын күн деп айтуға да болады. Себебі Ресей елінде көптеген адамдар қарайды. Өзіміздің ақ қызыл клубымызға сәттілік тілейміз. Алға Ақтөбе. Ойынның басталуына 10 минут қалды. Осылай 13-ші сектор апақ күлдер деп өлең айтып жатыр. Ал қазір әдеттегідей ортаға тентек шығып, Өктем Алтаевтың Ақ сәулем әнін орындауда. Негізі футболға келгендегі ерте келсең осы сезімді сезіну өте ерекше. Бұйырса сіздер де Ақтөбедегі кез келген матчқа келіңіздер. Бізде аутсайдермен ойнаса да, лигада бірінші орында кеткен адаммен, командамен ойнаса да, бізде лық толы стадион. Біз сіздерді күтеміз. Ақтөбеге келіңіздер. Oyuncular alanda шығып жатыр. Бұйырса сәл уақыттан кейін ойын басталады. Барлық стадион Ақтөбеде айқайлауда. Ал ойын басталды. Мәскеуден 300 шақты адам келеді деген, бірақ бізде өкінішке орай бұл жерде гостевой сектор бос тұр. Тек қана 5-6 ғана фанатты көріп тұрмын. Самаровта 100%-лық гол болатын мүмкіндік болған, бірақ өкінішке орай жіберіп алды. Ромеро стандартты жағдайды орындайтын Бауыржан Байтана. Не? Рука. Гол! Ромеро. Самаровқа бер, Самаров не істейсің? Қайтарып бер. Ескертмей. Доп Самаровта қауіп шабуыл болуы мүмкін. Самаров артпен пас берді. Артқа пас бергенде. Ойынның 17-ші минуты өтіп жатыр. Өте эмоцияға толы ойын болып жатыр. Ең соңында не болса да біздер жеңетін үлкен үміт бар. Алға. Спартак ойыншылар қауіпті шабуыл жасауда. Біздің қорғаушылар қайтарды. Самаровта, бұл жерде ойын тәртіп бұзылу керек па негізі. Тағы да шабуыл. Бұл жолы ақ қызыл Ақтөбенің шабуылы. Жетпеді. Мына жақта Самародов бар. Самародов. Ай. Бұрыштамадовыда негізі өте. Бұрыштамадовыны осылай бастап кетті. ВТЖ-лу. Струмя. Теппеді. Ой. Әдемі. Бірақ жоғарыға етіп қалды. Әдемі. Мүмкіндік болып етті.
Ushlamadi opa. Birinchi taymning negizgi vaqtida 1 minut qo'shildi, biroq hali de esep 1-0. Qavut shabullar bo'lib жатыр. Biroq men o'yimcha birinchi taym o'zlari oyoqlanadi. O'yin boshlanmasымен o'tish ko'ra 1 gol jibirib olib, esep 1-1. Ikkinchi o'zlari o'zimiz boshlanadi. Qavut shabul жаңа ғана алаңға шыққан Қайыров көтерді. Спартак футбол клубы қауіп шабуыл ұйымдастырып жатыр. Стандарттық сәтсіз болды. Қауіп шабуыл Қайыров. Умаев, бұл жерде пенальти болу керек. Gol деп айқайлауда енді. Есеп әлі 1-1 барлық стадион болып командамызда қолдап жатырық. Бірақ әзірге шабуылдар аз. Аққыздар дербейінде тең болып жатыр. Ойын бітерге дейін есептің қалай аяқталатынын білмейміз. Бірақ бұл екі команда ең бастысы бір-бірімен ойнап, тәжірибе жинап, алдағы ойындарға біздер мысалға Европа ойындарына дайындалып жатырмыз. Сол Сараевомен ойынның алдында өте жақсы спарринг деп айтуға болады. Не бізде қауіп шабуыл. Жайро, пас беру керек Жайро. Шабуыл бастап жатыр. Қарымта шабуыл. Топ Жайро Жан. Ортаға пас берді. Таңжарықов. Кепті. Жайро Жан қауіп шабуылшысы. Негізді өтсе, алыс бұрышқа қарай келе жатыр еді топ. Барлық стадион күй-күй деп айқайлауда. Тағы да қауіп шабуыл болуы мүмкін. Агбо. Әнеміне дегенше 45 минутта бірден өтіп шықты. 4 минут қосымша 4 минутта үлгеру керек. Ойынға жастарды шығаруды жөн көрген Парфенов біздің бас бапкеріміз. Алаңға бүгін Уманиязов, Әлжи Кенжеқұлов сияқты өзіміздің жас ойыншыларымыз шықты. Негізі өте жақсы ойнап жатыр. Осымен ойын аяқталды. Есеп 1-1. Бүгін жолдастық кездесуде есеп тең болды. Келесі ойын бұйырса ертең Тобылмен сырт алаңда ойнайтын боламыз. Оған біздің жастарымыз барады. Біздің жастарымыз ойнайды деп екінші составты яғни жіберіп жатыр екен. Сараевомен 11 күні ойнайтын боламыз. Алдағы жеңісті күндерде кездескенше. Зига!